Сәлем достар, бүгін сіздермен ләңгі тебу барысында ең қиын элементтерінің бірі люрі қағыс элементін үйренетін боламыз. Люрі қағыс деген жалпы бұл қалай деген сұраққа мен жауап берейін. Міне, көрдіңіздер, құрметті достар, мұқият болыңыздар. Міне, люрі қағыс ләңгі тебу барысында мен сіздерге айтудан шаршамайым. Ең бірінші денемізді әбден қыздырып алуымыз керек. Сол кезде люрі мен қағысқа аса мұқият болу керек. Жалпы, құрметті достар, өзіміз күнделікті үйде қағысты 30-40 реттен, ал люріні 20-30 реттен күнделікті үйде қайталауымыз керек. Сол кезде екеуінің қосындысынан люрі мен қағыс пайда болады. Ал қараңыздар, құрметті достар, өткен сабақта айтып өткендей, аяғымызды оңға қарай шығарамыз, одан кейін сол аяқ шығарамыз, одан кейін оң аяқ шығарамыз. Көрдіңіздер ғой? Мен тағы да қайталап беремін сіздерге. Міне, 1, 2. Құрметті достар, мұқият болыңыздар. Оң аяқ, сол аяқ шығарамыз. Енді қайталаймыз. Көрдіңіздер ғой? Ал мынау тізенің буындарына мұқият қараңыздар. Жарақат алып қалып жүрмеңіздер. Одан кейін ләңгі тебу барысында майтабан тұсына тебеміз. Өкшеге, өткен сабақта айтып өткендей, башпайға, балтырға тебу жарамайды. Ол сіздерге жарақат алып келуі мүмкін. Люрі тепкенде адамның бойы емін-еркін болуы керек. Қараңыздар міне. Осылай емін-еркін секіруіміз керек. Ал люрі, көрдіңіздер ғой? Мен секірдім, бірден ләңгі адамның бойымен тепе-тең тұста болды. Міне, тептім, одан кейін қағып алдым. Люрі қағыс. Жалпы достар, адамның бойында бір қалып, бір ырғақ болады. Сол ырғақтың кілтін тауып алыңыздар. Ал люрі тепкенде оны жай ғана бұлай емес, одан кейін бұлай емес, бұл жерде ырғақ болады. Өзіміздің белгіленген бір биіктік болады, сол деңгейде секіруіміз керек. Қараңыздар. Міне, көрдіңіздер ғой? Қазір мен тепе-теңдікті жоғалттым. Тағы да қайталаймын. Міне, бұлай болмайды. Одан кейін қағыс тепкенде де бұлай тебу ол жарамайды. Ал қағыс тепкенде, міне, көрдіңіздер ғой? Құрметті достар, қазір мен сіздерге люрі қағысты көрсететін боламын. Мұқият болыңыздар. Көрдіңіздер ғой? Мен секірдім, жоғары қарадым. Көздің қырағылығымен, ширақтылығымен мен жоғары қарадым. Ол кезде бірден қағысқа жүгірдім. Қандай жағдай болмасын, ләңгі тебу барысында тек қана майтабан тұсына тебеміз. Ол этаптың бірі жанжы ма, люрі ма, қағыс па, кез келген қағыс түрін майтабан тұсына дәлдеп тебетін боламыз. Қараңыздар, құрметті достар, мен тағы да бір қайталап берем. Люрі қағыс деп аталады. Бұл элементтің түрі. Көрдіңіздер ғой? Құрметті достар, бүгін сіздермен люрі қағыс деген элементті үйрендік. Дәл осы элементті өзіміз үйімізде қайталап көрейік. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек қана келесі жүздескенше. Амандықта, саулықта.